Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Жаңа серия. Осындай жаңбыр жауып тұрады ғой. Баяғына мектепке барып жүрген кездерде сабақтан қашып деген нәрсе болды бізде де. Сол кезде танец под дождем деген өлеңдер шығып жатқан. Сол осындай погода болып тұрады ғой, осындай жексенбі күндері. Сол нәрсе есіме түседі. Егер сіздерде сондай ностальгия болса, комментарийға жазыңыздар. Honda CR-V ролик шықты, бүгін шыққан болатын. Алдын ала төлемін Астананың жігіттер жасап қойды. Бүгін түнмен ұшып келеміз деді. Ертең көрейік, соңға қарай келе беріңіз деді. Енді көзбен көрген бөлек қой, видеода басқа деген сияқты. Бірақ міне көлік осындай жігіттер, жып-жылтыр. Енді бір кейбір кісілер үлгермеген болса айып етпеңіздер жігіттер, енді бұйырған кетпейді дейді ғой. Мүмкін сол жігіттерге бұйырып тұрған шығар. Passatқа оралайық. Passatты алып кеттім жігіттер. Оны түсіретіндей базарда мүмкіншілік болмады. Енді мына жерде дерзкий дисктар тұр. Көп адамдар айтыпты, сен өзіңе алдым, реклама жасап сатып бересің депті. Енді негізі Passatты өзіме алдым шынымен де. Бірақ мен перекупщикпін. Бағасы ұнайтын баға берсе, мүмкін сатам. Білмеймін. Әзірше жауап бере алмаймын. Жігіттер, BBS қалай? Жап жаңа. 16 радиус. Бұл енді әрине дубликат, оригинал емес, бірақ осындай полкасымен қарадым. Енді резина қарап отырмын. Негізі резина 195 50 16 деген дөңгелек алуым керек. Так, мынау не? Қытай ғой мың айтқанда. Бірақ сұмдық қымбат екен. Жігіттер, BBS деп жүрген жігіттер білет, 280 320 мыңнан тұр осы радиус. Енді түстері бар, ортасы сары, немесе мынау золотистый, сосын қандай бар еді? Өзінің сұр светі бар деген сияқты болды. Бірақ мен ортасын қара таңдадым. Өйткені Passatта менде мына молдинг төмен қарай GT ғой, комплектациясы. Сол қара болып тұр, мынау мен әдеміше түсетін шығар. Бағана күндіз күні салонына барғанмын. Ол видеоны да қазір көріп жүресіздер. Ол жерде бірең сараң бірдеңелер түсіргем. Кезекке жазылып кеттім, бірақ ол жерде бір ашық анық ештеңе жоқ. Бірақ түсірдім, соны көрсетем. Так, сервишка. Осындай. Негізі япош көліктер бәрібір мықты сатылады, жігіттер бар ғой, сендерге айтайын. Мынау газ бензин, 2 объем, толық жетек, соның өзі біразға жүреді. Мен газ құйып көрдім бір рет, жасырмайым, 3800 теңгеге құйдым. Қазір көрсетіп жіберейін. Мен қанша шақырым жүргенімді. Еще бұл көлік тұрды ғой бұл жерде көпші. Міне 324 километр жүріппін. Ішінде газ бар, әлі пиқылдаған жоқ. Білмеймін, бірақ қанша уақытқа жететін. Бірақ соның өзі жігіттер жақсы деп ойлаймын. 3800 теңгеге 320 шақырым жүрген. Қалай ойлайсыздар? Жеге, Honda CR-V'дің да міне проекті бітті. Астана қаласына көлік кетеді бүгін. Көлік оформлениесін Каспийден жасап, Ерлан атты бауырымызға көлік бұйырған екен. Жақсы күндерге мінсін, аман есен жеткізсін, астында тосын. Чехол тігетінде күн келді бүгін жігіттер. Ойбай, мынау жауып қой. Так, мына өзінің әдеміше келген чехолдарын сақтайын деп тұрмын да. Соған чехол тіктейін деп тұрмын. Мынау жүргізушінің орындығы. Мына жерде кішкене мынандай бар. Бірақ отырып кетпеген. Нормально. Ол жөнебей қойсақта болады. Мына жер әдемі. Енді түсін таңдай алмай отырмын жігіттер, шынын айтсамшы. Өткенде қара приораға Алматтың машинасына тіккізгенбіз. Әдемі шықты. Сол түстің енді сәл темныйынан көреміз ба деген ой болып тұр. Көрем қазір. Сөйлесіп көрейін. Гресте автотеле деген ашылыпты. Соған ақылдасып көрейін. Негізі Валерка досым жасайды ғой көбісін. Бірақ енді ол жігітте очередь, кезек көпті. Ал мына жерден тез-тез бұйырса бітіруге тырысамыз дейді. Көреміз. Кеше кеш болды. Негізі орындықтар қалған. Чехол тіккіземіз дедік қой. Бұйыртса. Жүргізушінің салып жіберді. Пока жүре беріңіз деп. Тез дайындайды екен. Алла қаласа 1-2 күнде дайын болады.
басқа бір сарылау түс таңдадым, өйткені тонировка ештеңе болмайды ғой. Қараған кезде ішінен әдемі көрініп тұра ма деген ой ғой. Көреміз қалай шығатын. Так, жігіттер, Passatқа дөңгелек алуға келдім. Өткенде айтқан сол 195 50-16 саламыз. Қыстық дөңгелектер жинап қойыпты ғой мына жерге. Орыстар айтады ғой, готов сани летом деп. Біздікі тақалған даламыз деген сияқты ғой. Менде қыстық бар. Бұл алам ба деп ойлап едім Абай досымнан, бірақ жаңа дискке жаңа резина алып 5 жыл ұмыту керек қой, Қарабайдапша. Келдім, заказ беріп қойдым, күтіп тұрмын қазір. Так, не әкеп жатыр? 195 50-16 Қытайдікі енді. Бірақ осындай бортегімен осындай іздедім ғой. Қазір көреміз, біздің дискке қалай тұрады екен. Негізі елочка болып тұру керек, менің ойымша. Дөңгелекті алдым, жігіттер. Дискті де алып алдым. Капсын КМ 3000 деді ма, бірдеңе деді, жүр. Жүріп берсе болу ғой. Оның маркасын қатты таңдап атқан жоқпын. Так, 4 дискті алып алдым. Бері бар ток істеп қоям. Әзірше салмайын ба деген ой болып тұр. Өткені мынанға былай сағаннан кейін ішіне кіріп қалса проставка алу керек болады. Мынаны бізге әзірше түсіру керек. Мына жер слишком дәу болып тұр. Енді оның бәрін салып көреміз. Әзірше дискқа резинаны кигізіп қояйын. Салон жұмыстары біткен жоқ, 1-2 күнде бітіп қаламыз дейді. Так, сосын бір полик тіккізгім келіп тұр. Енді чехолдары бітсін, соның түсіне байланысты біреусі болады. И мына Passatқа бір ат табу керек болып тұр маған. Қазір ойлап тұрмын, Инстаграмға опрос жасап, подписчиктармен қоса бір ат ойластырам ба деп ше. Мына дискке бас кетеді болып тұр ғой. Пуэрто-Рикода қызға бас кетеді десе, мына BBS дискқа бас кетеді деген. Асығып тұрмын неге салуға. Бірақ енді сәл қызықтау болсын. Так, мына летаның орнына қыстығы бар, ана комплект қылып жинап қою керек, қыста киіп алады, не? Так, чотка болайын деп тұрған сияқты. Көреміз енді, асықпайық. Мынандай болдым жігіттер. Жай тұрса да, ченене жағып қояйын. Негізі көлік жуған кезде байқаймын да, кейбір кісілерді, мысалы кейбір жігіттерді жиги көлікті жуғаннан кейін дискқа подкрыльниктің іші қап-қара болып тұрмаса, мынандай таза болып, силикон жағылмаса, машинаның түрі болмайды сияқты мен үшін. Енді білмеймін, автолюбитель болғандық ма, осыған дейін мән береміз ғой. Так, мынандай да машиналар бар бізде ремонтқа келіп тұрған. Онда қарау керек. Мына резина, мен жігіттер бортигімен алдым. Осындай болса әдемі тұрады да негізі. Енді көлікте көреміз, бағана негізі біреуін салып көргем артына. Сәл ішіне кіріңкіреп тұр, ой бар, алдына проставка салмай, артына 1,5 2-лік мүмкін саламыз ба деген. Көреміз енді бұйырған көлікте қалай тұратын. Әзірше салуға асығып тұрмын, бірақ дегенмен жұмыстары бар, бәрін бітейік, содан кейін көлікте көреміз бұны. Достар, қайырлы күн, қалдарың қалай? Павлодар қаласынан жалынды сәлем. Аяға шығып кеттік. Негізі алдынан бір көлік қарап жүргенбіз ғой. Сол иесі келіпті машинасын жанына. Ол да бір хозяин, сонша жылдан бері бұйыртса. Қазір алда көресіздер. Машина ұнаса, міндетті түрде аламыз. Енді ұнамаса, онда басқа вариант қараймыз деген сияқты ғой. Passat қалды, мені күтіп тұрған шығар ол. Онда бітіруіміз керек. Әзірше бір көлікпен жүрмей, екінші көлікте қарауымыз керек. Мүмкін 2 көлік алып кетеміз ба? Көреміз енді бұйырған. Киген көлігіміз ұнаса, екінші көлікті қарайтын боламыз. Жігіттер, транзит страховка жасатып жатырмын қазір. Павлодар қаласындамыз. Алла қаласа машина міне тұр. Енді аман есен Алматыға жеткен соң толық обзорды көрсететін боламын. Алда 1444 шақырым бар екен. Жол болсын ал. Жігіттер, Алла қаласа Қарағандыға кіріп жатырмыз. Енді Қарағандыға кірмейміз, объездоймен кетіп қаламыз. Жалпы погода жаңбыр жауды ма, сәл-сәл өзгерді кішкене.
Сығанаққа да келдік жігіттер. Түнгі 1:30. Толық обзор күтіп жатсыздар ма? Жақында жетіп олайық енді бұйырса. Кеттік, жөне жол болсын. Қайырлы күн достар. Алматыдан сәлем. Келдік, Алматымызға жеттік, аман есен, происшествие жоқ. Жағдай жақсы. Так, бірақ дөңгелектен шаршап қалған екен жігіттер. Геометрия жоқ па машинада? Түнде трассада кетіп баратқан кезде қарасақ, мына жандары дегенде қап-қара болып қажалып кеткен ғой. Так, осыған жаздық 4-еу саламыз. Транзит тұр. Негізі транзит мына жағында тұру керек. Бізден сәл бой болса. Есік ашылмаған екен. 4 резинада шаршап отыр ғой міне. Салып аламыз бұйырса. Машинаны сосын жуайын. Сөйтіп толық обзор түсірейік. Әдемі машина. Я Алла, бісміллә. Дәу машина айдаған. Мына орта мынандай ғой. Бір түрлі екен, бір автобус па. Бірдеңе айдап отқан сияқтысың ғой, жүргізіп. Так, машина қызып тұр, өткен біз жаңа мешітке барып келдік. Май жеме жігіттер, ең маңыздысы солда болып тұр. Шыл 540 құйылған, майын ауыстырып қойған екен бізге дейін. Так, 329 мыңда ауысқан ғой майы. 2100 жүрдім да мен қазір. Әлі 6000 жүре бересің ғой смело. Жалпы сондай, қазір дөңгелекті салып алайын жігіттер. Машинаны жудырайын. И толық танысайық машинамен. Резинаны ауыстыруға сол баяғыша Абай досым және Сүндет досыма келдім. Бір комплект тауып қойыпты. Европадан келген. Жағдайын қазір көрсетем. Жағдайы жақсы болыпты, содан кейін қызығып алғым келіп тұр. Болмаса Қытайдікін сала-салға болар еді. Негізі мынаның қазір дөңгелегі жақсы болып тұр да просто. Не жігіттер, новый Bridgestone тауып алғансыз ғой. Қараңызшы жағдайын. Сурет па? Қытайдың қасында әлде қайда жақсы осы. Бағасынан қашқан жоқпын, мен состояние керек маған самый главный. Қараңызшы, четко. Жігіттер, дөңгелектерін ауыстырып қойдым. Bridgestone, почти новый. Енді бұл, бірақ жағдай зор екен. Салып алдым. Жағдай қалай жігіттер? Толщина бермен смело келе беріңдер дейсің ғой. Так, енді ішіне химчистка керек. Бізде машине 93 жылғы. Состояниесі өте жақсы. Так, 329 мың болған кезде алғам. Енді мен Павлодардан Алматыға келген деген 331 мың болды. Май жеген жоқ. Расход нулевой. Шел 540 құяды екен. Я бісміллә. Сервисный книжкасы қайда еді бұның? Так, Превияның өзінің кітапшасы. Қазір ондай табу қиын ғой. Бірақ осындай бір вариант кездесіп қалды да ма? Так, 2016 жылдан бері запись бар екен. 329 мыңда ауыстырыпты. 340 мыңға дейін жүруге болады дейді. Соған 11 мыңға дейін істеген ба? 8 мыңда ауыстыру керек негізі. Жалпы осындай. Рахмет ол жігітке де. Оның өзі шығын ғой. Майын ауыстырып беріпті. Расход 0, абсолют. Так, енді ойланып отыр, мына чехолдарды алып тастап, өзінің бүйілерін қоям ба? Или мына чехолдарды жуып қайтаны орнына салып берем ба деген сияқты. Так, әзірше мынандай шаң болып жатыр. Кондиционер, печка, бәрі әңгіме жоқ, істеп тұр, четко. Так, мына бізде чехол жоқ екен. Біздің перекупщиктардың ең жақсы көретін нәрсесі, осы нәрсені салсаң 50 мың теңге машинаға қосылады. Қалжың ғой жігіттер. Так, енді өзім қуанып тұрмын да. Машина учетқа қою керек еді. Осы еспен келдім. Так, мына капотты ғана боятқан екен ана жігіт. Міне жігіттер, лобовой оригинальный тұр. Бір тас-пас деген жері жоқ. Осындай. Мына шіркін жеп-жеңіл ашып жауалама дедім ғой. Так, мыналар айналып бүйтеді, сөйтеді дейді, орындықтар әзірше көрмедім. Потолок тап-таза екен. 2 люк, мынау енді панорамасы өте керемет. Алдында тағы да люк бар.
Кеше машинаны қарап аттым ғой. Былай аштым. Мына жеріне қарадым былайына. Қарасам шірік жоқ. Чотка. Сөйтіп ана орысшылыққа айттым, чотам. Қалай десем, екі жерде катализатор тұрады дейді. Катализатор орында деді. Онда от алдыш, газовать етіш деді. Угарын тексерейін деді. Сөйтсем зор. Жігіттер айып етпеңдерші, мен сыртта жүрмін, мына жерде мен микрофон жанымда жоқ. Даусым сәл дұрыс емес шықпаса, сразу алдын ала кешірім сұрап қояйын. Осындай көлік мынау досы ғой бізде. Енді резинасын ғана салт демесем. Жуамыз, полировка жасаймыз, жасайтын жерлері бар кішігірім. Соларды жасап, Алла қаласа көлік сатылымға шығады. Ал енді баға беріп қойыңдар өздерің жігіттер, қандай екен жағдайы. Достар, көлікті жуып алдым. Пассатқа оралатын болсақ, мен ана чехол енді түсі басқаша болды, қазір алда көресіздер. Соған болам, кулисада тұратын скоростный рычаг ғой. Соның кожасын осындай түске ауыстырдым. Көрейік қалай болатын. Не білем, біздің акимат мына жолдың бар екен ұмытып кеткен ба? Бетін тырнап алыпты да. Жаңа асфальт жоқ дейсің ғой. Так, жігіттер, бүгін Toyota Previa'мызды диагностикаға алып барамыз. Жөндейтін жерлерін болса бәрін жөндеп, технический жағын жасап қояйық. Содан соң бізде химчистка, полировка, бірің сараң. Астын боямыз ба, боямаймыз ба, ойланып атырмыз негізі асыл бетпен. Көреміз, керек болса бояй саламыз, проблема жоқ. Так, бізде сағат 9:27 Алматы. Макске кеше жазылып қойғам. Мына галант тема екен состояниесі. Көрейік, қандай жағдайда екен технический жағы. Диагностиканы бастап жібердік. Біттік десе де болады, жігіттер. Бізде мына серга тықылдап тұр екен. Көрдіңіздер ме? Қалай ойнап тұр. Наны өздері емдеген ғой. Қандай адамдар десе машинасын жақсы көреді. Серга салмаған, анда жерге пөлінген салып, ішіне майын қойып емдеген екен. Енді біз ауыстырамыз басқасын. Так, асты былай жақсы. Мына жағын сергасына вообще әңгіме жоқ. Ходовка зың. Астын көріп алыңыздар. Так, бізде қазір оборот холостойда бірде тұр. Соны мына жерден көрініп тұр дейді, Нұреке. Дроссель тазаланғаны. Соны регулировкаға қойып 09-08-ге қоямыз бұйыртса. Бүгінге жұмыс сол. Так, міне катализатор орында, астын жағдайы деген. Өте жақсы мінекей. Шіріктен аман. Көрсетіп жүрген екі парокты да. Сосын мәселе бізде мынау бізде макрит еткен екен. Макрит еткен себебі мынау сафун қатып қалған болатын. Надан воздух жіберу керек дейді, мәке, дұрыс па? Қазір істеп тұрмын. Енді істеді. Соны разработать етіп қою керек екен. Жігіттер, превиясы бар жігіттерге алтын сырға. Білмейтін болса да, білетін болса, онда маған алтын сырға деп қоясың. Болды, ходовкада басқа жұмыс жоқ, сол сергасын ғана ауыстырамыз. Сафунды разработать етіп қойды. Сосын бір мәселе, арты тақылдайды деген жігіттер. Мынау екен ғой. Бекітілмеген. Осыны жақсылап бекітуіміз керек. Полноценный запуск салса, тақылдамайды. Мынау өзіндік емес деп ойлайсыз ба? Таблетка ғой просто, өзіндік емес, өзінде полноценный тұрады ғой негізі. Көрейік ол мәселенде. Осындай жағдай зың машина алған кезде деген көңіл күйің зор болады да. Бірақ серге ойлаңыздаршы, Павлодардан келдік, ол Павлодарда қанша жүрді деген сияқты. Енді алдың хозяйыны жақсы қараған ғой, машинасын жақсы көрген. О жақта туысқандарына бір көліктері бір туысқандай болып кеткен ғой. Бірақ жылдан бері өздері айдайды да, андай бізде Алматыдағыдай бықи-шықи алып сатып, мына машина мынандай болып қалды, мынаны сатып жіберу керек деген нәрсе жоқ. Олар керісінше мысалы бір ауру шықты ма, соны емдейді да. Респект сондай қойындарға. Кеттім, серік алып алайын. Сосын жаңағы артқы реанимосын майын қараймыз, сафонды разработка жасап қойды. Содан кейін көлікті геометрия кіргізуім керек, өзім үшін тексеріп алайын деп тұр. Toyota Lexus болса жақсы болды, Данияр досыма. Жақсы, брат, рахмет. Даниярдан келіп, серганды ала салдым. Енді осы ғана керек болып тұр ғой бізге. Салып көрейік қалай болады екен. Жігіттер, көлік дайын, толығымен. Тоқтататын жерін тоқтатып, құятын жерін құйып, сергасын ауыстырып. Так, міне бізде оборот әдеміше істеп тұр. Так, Жібек жол базары осындай болып атады енді постоянно. Сабыр, сабыр. Диги, Превияның техникалық жағы бітті бәрі. Так, Пассатқа келетін болса, жігіттер, мен Павлодар жүргенде дистар салыныпты.
Бізде мына қаралар боялу керек, машинаның полировка жасау керек. Мынандай болып жатыр ғой. Матовый. Кір болып тұр әзірше. Так, осы жерінде тұр. Лампочкаларын ауыстырып қойдым бәрін. Мынау, так, менде қалып тұрғаны антеннаны қарауым керек. Арты көтеріліп тұр менде. Көріп тұрсыздар. Қанша. Алды более-менее болады. Алды қала береді. Салонына келетін болсақ, жігіттер, осындай түстен тіккіздім. Өйткені менде тонировка болмайды. Сырттан қараған кезде әдемі болып тұрады да осындай. Енді өздеріңіз баға беріп қойыңыздар. Бісміллә. Так, поликтерге келетін болсақ, жігіттер, поликтер мәселесі біткен жоқ. Өйткені Рудный қаласынан оригинальный өзінің полигі шығып тұр. Соны алдыруым керек. Магнитофон салып қойдым, әзірше оригиналын тапқан жоқпын. Алдында вообще Қытайдікі тұрды ғой. Мынау енді более-менее дұрыс болды. 8 динамик бәрі айтып тұр. Мына динамик па ауысты бізде. Қалған бәрі сыңдай. Бұл көліктің ходовкасында әлі де кішігірім жұмыстар бар. Соны ертең Макске айтып кеттім, қайтадан барам деп. Алла қаласа барам соған. Мынандай жастықтар тігіп берді маған. Рахмет. Алла разы болсын. Ательенің қыздарына. Осындай түстен болды. Қара қояйын десем, көзге түспейін деп тұр, көзге көрінбейді. Ал мынау сарылша сәл керемет болайын деп тұрған сияқты. Так, кеттік. Мәселе бізде артқы фонардағы малина жетіспейтін. Оригинальный. Толықтай. Неке. Бұл маған Семей қаласынан келді. Бұны өзім таптым. Заказ беріп, индравирмен алдым. Так, енді ескілері бар. Тұра берсін, енді өзінің заводской ғой, мұң айтқанда. Так, мына руль чехол әлі жатыр дейсің ғой. Енді қол тимей жатыр жігіттер. Сосын келетін болсақ, менде мына коврик бар ғой, мына өзінікі. Енді осыған чехолдық сияқты сары түстен тіккізетін болам. Эвополик емес жігіттер, маған эвополик ұнамайды негізі. Маған осындай кавралан болу керек. Оның материал бар менде, Алла қаласа. Содан әдемілеп тіккізіп, кантиктарын бәрін осылай жүргізетін боламыз. Мен ана қыздармен ақылдасам ғой. Жалпы осындай жағдайда біраз жұмыстар болды. Бірақ мынау көтеріліп тұрған онша ұнамай тұр да. Осыны барынша отырғызуым керек. Или стойка қарайын ба? Көреміз жігіттер. Бісміллә. Осылай жабылып тұрса, я? Постоянно. Хоп. Так, менде қалып тұрған мәселе центрозамок. Бұл пассаттарда бәрі немістер сияқты сол воздухпен жұмыс жасайды. Әдеміше ашады, бірақ мынау жаппайды. Енді мына жерде тұрған не деп айтам болды екен. Мысалы толкательдер болады ғой Қытайдікінде. Мыналарда толкатель емес, мына жерде бір кішкентай движок тұр. Соны қарайым, немесе толкательмен сәл бір көмектері болуы мүмкін. Енді осы серияда үлгерем деп айта алмаймын жігіттер, өйткені планда болып тұр. Passat B3-де болмаған нәрсені жасайын деп отырмыз. Мына жерге бұйырса менде ой болып тұр, кеше Асылбекпен сөйлескем. Беспроводной зарядка жасайық деп ше. Телефоныңызды қоясыздар, и өзі зарядка ала беретін болады. Сол мәселе. Так, проект 161 мыңға ұқсамайды ғой дейді жігіттер айтып жатыр. Білмеймін енді. Мына қалған жердің бәрі әдемі. Енді ол жігіттер педальға қараған ғой. Мен педальдің ана цеплениедегісін ауыстыратын болам. Өзім үшін ғой. И ана полигін қараңыздаршы, ана бытшыт самодельный. Вообще ұнамай тұр маған осы. Так, мынау менде екі түстен болады. Біреусі қара, қаз тігіліп жатыр. Әзірше мынандай мына түске подсвет жасап берген ғой қыздар. Бірақ маған қарасы әдемі түсетін сияқты. Мынау енді мынандай болып шығып тұрды, мына кожасы қаттырақ екен. Мынаның бір жұқалау түрінен тағы да коричневый, сосын қарасынан тағы да тіккізіп қоямын өзім үшін. Так, ручник бәрі істеп тұр. Ходовкада айттым, жұмыс бар әлі, толықтай бітпеген. Сол себептен ертең Макске бұл көлік барады. Қазірше мен бұл көлікті жуып алып көргім келіп тұр. H8-бен өтіпші. Өйткені бұл акрил краскілер қазір қатты қыздырсам бір жерін ар жағында темірге шығып кетем ба деген қорқыныш болып тұр. Сосын мәселе жігіттер, көлікке
рейлинг алдым. Енді мынаның ішінде тұр. Енді Асылбекпен қазір ақылдасам. Иә, сала бер, әдемі тұрады десе, онда салам. Жоқ десе, онда келесі проекттерге сала салатын болам. Мықты әдемісін алдым. Енді жігіттер көресіздер алды. Ашып көрсетпей қойыңыз, көшталып тұр екен. Passat әзірше осы жағдайда. Осы аптаға енді бұйырса менде полиге қалып қояйын деп тұр, және де центрозамога. И стойкалармен темасын шешу керек. Ал қалған ол полировка, астын бояу деген Алланың қалауымен енді қолымыздан келетін дүние ғой ол. Оны жасап жіберетін боламыз. Passat'ты H8-бен өтіп шықтым. H7-мен, H9-мен өтейін десем, енді бұның краскасы уже жұқарады. Бұл енді 30 жыл ажанда көлік қой. H8-бен өтіп қойдым. Жып-жылтыр болды, Алла қаласа көреміз. Негізі алда керамика ұрам деген ойым бар. Өйткені мына краскасының бәрін түгелдей қалдыру керек. Мен бұны жасап атқанша жігіттер Previa-ның чехолын шешіп қойыпты. Қазір орындықтардың жағдайын көрсетейін. Previa-ның суреттері осындай болады екен орындықтың. Енді кішкене кірлеу болып тұр. Лас. Сосын мәселе мына жер губкасы отырып кетті. Бұны қазір Асылбек сөйлесіп қойды ательеге. Апарып, мынаның бәрі емдеп, осы и мына орындығында қойдым тұр. Мынаусы жақсы екен. Енді бұлай вообще орындықтың жағдайы жақсы, жыртылмаған. Мынаны емдетеміз, сонымен көлікті Джонни Мойка деген бар еді ғой баяғыда. Джонни Химчистка деген. Соған апарып тастаймыз. Кеше барсам келістіріп арзандау жуып берем дейді ғой. Осындай автоателье, Инсто, автомойка деген, перекупщик, бәрі бір-бірімен мынандай болып отыр. Бәрі туысқан болып кеткен дейсің ғой. Осы жерлер болмаса, біздің жұмыстар бітпейді деген сияқты ғой. Бүгін бітіріп берем дейді ғой тез-тезден. Бүгін бітіріп тастаса, Джонни Химчисткаға апарып тастаймыз. Предпродажкаға. Мынаның бәрін шешіп жууға мүмкіншілік жоқ жігіттер. Өйткені кеппей қалады, но күн салқындап кетті деген сияқты ғой уже. Көреміз қалай ашылатын. Қазір осындай болып тұр жағдайы. Previa-ны тастап кеттім. Passat'тың майда шүйделері бар ғой. Бұрыннандай тонировка жабыстырған көріндер ма? Соны ақырындап бұлай алып жатырмын лезвиямен, сызбамайын деп. Бұрындар ойлайтын, осындай бір гаражым болса ғой, шіркін. Ары бер нәрсені істеп, өзіңмен өзің деген сияқты. Армандар орындалады деп қойайын ба. Так, түнгі 11-ден 16 кетті дейсің ғой, мен жасап отқан жұмысымды қараңыздар жігіттер. Енді бітірейін, бұл машинаны аяққа қою керек қой. Ертең бізде бұйырса ходовкасы қалды, соны жасап алуым керек. Так, бүгін мынаның бір-екі лампочка жанбайтын, соларын жасаттым. Сосын мынаны жөндеттім. Осы түсі әдемі ұнап тұр өзіме қара қарағанда. Бана биік болып тұрды ғой. Соны басқаша тіккізіп алдым былай. Әдемі. Так, енді поликтарым шешілсе, Рудный қаласынан енді бүгін үлгермедім бит салып жіберуге. Сол, менде енді қалып тұрған полик және мына магнитофон. Енді рейлингі бар, машиналар отырғызу керек деген сияқты жұмыс жетеді. Бірақ осындай майда шүйде көзге көрінбейтін жұмыстарды бітіріп тастауым керек болып тұр ғой негізі. Қалған крупныйды потом ақырындап Алла қаласа бітіре беретін деген сияқты. Ал жігіттер, сәттілік тілеп қойыңдар маған. Түнгі 1-ге дейін отыратын сияқтымын ғой, потому что менде мынау бар және артқы 2 әйнекте бар осындай бәле. Так, алдың лавабойды болдым жігіттер. Антенна қалай болып тұр? Әзірше моторщигін разберік жасамадық. Көретін боламыз. Так, мынаны алып тастадым. Тазаладым. Сөйтіп полиге келем дегенше жігіттер мынандай тауып алған соң Infinity-дің сап-сары болып. Енді күшті болған сияқты. Бұлай сырттан қарасаңда іші сап-сары болып тұрады да енді. Енді өкінішке орай жүргізушінің асты бізде Toyota Nadia дегендікі. Жалаң аяқ кіресің да. Мына жағы осындай сары болды. Мынаған мүмкін ертең базардан тағы да қарап көрем. Сарысынша осыған құсайтын. Сол кезде пока ана Рудный қаласына жетем дегенше біраз түрі жақсы болады сияқты. Кеттік. Қазір сетін жағыз көрші. Мен бағана байқағаным поднамерник номердің үстіндегі лампочкалар мынандай болып кеткен ғой іші. Мынауда жанып тұрып қараңыздаршы, ішінде түкпірде. Осымен қазір шешіп көрейін қалай отыр екен.
жағып қою керек қой. Осыған диод салатындарды онша түсінбеймін негізі. Осы сары лампочка ма сары болып жанып тұрса күшті болады да. Мына енді сұмдық кірлеп кетті. Мына неге жағынан жанып тұр екен? Ладно, қазір көремін енді. Мынаны әреңдеп шешіп алғансың ғой. Шуттар деген сұмдық болып кеткен ғой мынаны. Көрейін енді. Жайлап шешіп алдым екіншісінде. Бірақ мынаның лампочкасы ішінде қалып қойды. Так, мынау қалай жарық болады жігіттер айтыңыздаршы. Мынау не мынау? Топырақ кіріп кеткен ғой мынаның ішіне, сұмдық болып. Мынау жаңағы жанбай тұрған. Бұл жанатын шығар енді мүмкін, бірақ мынандай топырақ мынандай шаңнан кейін қалай болатын. Енді дегенмен екі жаңа сокольный лампочкасын саламыз. Мынаны әдемілеп қазір жуып келейін мен. Осындай лампочка мынау үйде артық болса жақсы да, есті ондаша. Так. Екеуінде жақтым. Мынада бізде сәл контакт тазалап жібердім. Сонымен нормально болды. Ана екеусін жуып қойдым. Шуруптарын выдышқа шашып қойдым. Бұйырса қаз кепсін, саламыз, результатты қараймыз. Че, достар, болдым. Мелочь, бірақ басқа роликтерге осы нәрсе түспей қалады да. Ал мынада көрсете салайын. Қараңыздаршы қандай болды. Қасынан алып тастайтын былай. Бісміллә. Міне. Сап-сары, тап-таза. О, енді зор болды. ГАИ қызметкерлері, жол полиция қызметкерлері тоқтатса да үндемейсің да, смело тұрасың да. Оларынан біреу жанбай қалса да маған әңгіме айтайын деп жүр негізі. Бірақ Ақылбек оған жол бермейді. Жөндеп қояды. Телевизияны бастамай тұрып жігіттер бір лайфхак көрсетіп жіберейінші. Passat, Audi айтатын жігіттерге құлақтарына алтын сырға. Енді біреулер білетін шығар, мүмкін біреулер білмейтін шығар деген сияқты. Так, бізде мынандай баллончик аласыздар. Мына өніп кеткен ғой. Мына аласыздар. И мынадан бастап былай шаймен қыздырасыздар. Үйде қайталамаңыздар, гаражда қайталаңыздар бұны. Қазынамен салыстырамыз да. Жүргізушінің несі бар ғой, есігі. Қатты қыздырып жүрмеңіздер. Былай істесе, қайтадан өзі пластик түріне қайтып келеді, жігіттер. Негізі бояймыз ба деп едім ғой негізі. Боясаң ана структура деген краска ана пластикке сәл қаттырақ жатады да ол. Ертең тракмен жуған кезде сәл нашарлау болады, жуған кезде қиналасыздар. Ал мынаумен мынандай болады да, жігіттер. Қараңыздаршы, қалай болды. Осылай жаймен өтіп шықса болады. Бірақ абайлау керек. Бензин қалып қойса аржағында апасына. Мынаны өтіп шыққан ғой бағана, пробный. Енді сіздерге де лайфхактан бөлісіп қояйын деймін ғой, жігіттер. Мүмкін біреуге керек болады шығар. Білмеген болсаңыздар, лайк басып қойыңыздар. Жаңағы роликтерден соң жігіттер арада 2 күн уақыт өтті. Мен кеше Passat'ты Максистосына апарып тарда диагностика жасадым. Содан соң негізі гремдері, генератор, гурдың ремендерін бәрі дұрыс болған. Бірақ сонда да ауыстырдым. Өйткені ойлаңыздаршы, Германия деп жазылыпты ғой ременде. Осы уақытқа дейін ауыспаған ғой шіркін. Бірақ уже трещина түскен, уақыттың өтісімен бәрі жылдар өзінікін алады. Сол себептен жаңасын салдым. Ол бізде жаңа айтып отқан 3 ремен. Содан соң клапанный крышканың прокладкасы ауысты. Майын білесіздер, өткен серияда ауыстырып қойған болатынмын. Сосын ходовка жағына келетін болса жігіттер 2 шаровый сәл ұнаңқырамады. Негізі тақылдамайды, бірақ сонда да ауыстырдым. Содан кейін жасалған жұмыстар көліктің артын отырғыздық, стойка қарадым, бірақ таппадым шын айтқанда. Сонымен өзін отырғыздық, қазір көліктің жағдайы керемет болып тұр. Бірақ сонда да бір кішкене бірдеңе бұлқылдап тұрған сияқты. Енді онда уақыт сәті келеді, сол кезде көрермін. Превияны өткенде жөне химчистке тастап кеттік қой. Көлікті алып, қазір полировкасын бастадым. Бір жан ұрған бірінші слойын. Сол сіздерге бір көрсетіп қойын. Лейла, қалқамай деген өлең баяғыда бар еді.
сол есінде қалып қойды. Капот бізде боялған, жігіттер, көрдіңіздер ма? Түсі келіңкіремей тұр. Видеода осы помещение ішінде білінеді, а былай күннің астында оны ешкім білмейді де. Бірақ қатты полировка керек деп айта алмаймын, жігіттер. Көліктің енді мынандай кішкене сызықтары бар, міне соларды алып тастайтын боламын. Кеттік, салон керек, жігіттер. Джонни красавчик. Мына жер енді ұнайды да, мына көлікте бөлек қой мына жер ше. Превиялардың көбі шашақ болады ғой. А мына қараңыздаршы, мына пластиктер қандай. Орындық, четко, жуылған. Потолок керек емес десем, онда жуып тастапты ғой Джонни. Тап-таза, химияң еш шығып тұр ғой ішінен ше. Четко болып тұр. Так, бізде мына есік отырып кеткен болатын, жігіттер. Оны Асылбек бір 2-ақ минуттың ішінде зырылдатып тастайды ғой. Осындай. Жігіттер, мына көліктің бағасын білмей жатырмын. Енді видеоның финишіне дейін тағы да ойланам. Мынандай превия табу өте қиын. Бірең саран ғана қалған шығар. Сол себептен бұл көліктің бағасы сәл қымбатырақ болуы мүмкін. Енді жағдайына байланысты бізде қымбат алдық. Так, ковроланы енді шешкен жоқпыз ғой. Сәл ызғар болып тұр екен әлі. Кепкеннен кейін мүмкін өзінің өңіне кіретін шығар. Бірақ орнықты да әдеміше жуыпты. Мына жер бізде қатты кір болған. Так, не? Мына жағында губкасы осындай болдың, жігіттер. Көрдіңіздер ғой, четко. Листің астын түсіру дейін сразу. Мың айтқанда 93 жыл машина, бірақ жақсы екен. Так, кеттік, жігіттер. Мына жер сынық. Мен мына фонарды қарағанда жоқпын, шын айтсамшы. О, сәлем. Отражение жақсы көрініп тұр ғой. Мынаны шын айтсам, жігіттер, қарағанда жоқпын. Осы нәрсе мен үшін бір вложение болып тұрған жоқ, осы да. Өйткені ана орыс алдыңғы иесі айтады да, мен орыс деп әйтеуір нацист болып кетпесек болды ғой. Су ағып, мына жерге қалады дейді, сөйтіп қыста қатады. Сонымен сындырып жібереді дейді. Көбісін ауруы дейді. Білмеймін, жігіттер, мүмкін мен қате болса, онда дұрыстап қойыңыздар. Бірақ менікі дұрыс десеңіздер, онда сол жағдай. Осы ғана болып тұр ғой, негізі осы көлікте. Ауыстыра салам болар еді, бірақ соған көңіл бөлім келіп тұрған жоқ. Значок саламыз. Так, мына жағын полировкасын бірінші слой өтті, міне жігіттер. Четко демеймін, мен бірінші слой болғаннан кейін бәрібір косяктар болады. Бірақ жалпы жақсы болып қалды. Мынау есік, порог. Енді астын көрдіңіздер ғой өздеріңіз алдында. Бісміллә. Орындықтар ызғар екен ғой, майя. Көтенім су болып қалды. Осындай болып шықты, жігіттер. Джонниға енді әңгіме жоқ. Четко жуыпты. Бағасына тұрарлық. Алдыңғы роликтерде айтып жүредім негізі. Кішкене ақша көбейген кезде уже химчисткіге бірдеңе апарасын. Жігіттер, ондай емес. Бұл жерде мәселе Джонни бір көмек ретінде ме екен. Былай айтқанда тек материалына ғана ақша алды ғой бізге. Сөйтіп жуып берді. Қалай полировка бірінші слой? Жақсы болды ма? Так, мына жер қараға боялады. Сосын мына сарыларды бояйтын боламыз. Мынаны лайфхакын жасап көріп едім ғой. Что-то кірмеді бәрі өңі. Осыдан сәл темнылау сұр цветке боялатын болады. Резина зың. Енді технический жағынан, басқа жағынан көлік зың болып тұр. Енді осы бірең саран ғана жұмыстары қалды. Алла қаласа осы 2 күнде бітірем. Сонымен роликтің өзі де соңғы жағы болып қала шығар. Пассатқа әлі де болса менде бір ойларым болып тұрды басында. Соларды іске асырғаннан кейін бар бір ролик шығарайын деп тұрмын. Жаңа мен ойлаған нәрселерім бар, соларды саламын. Бұйыртса енді Алланың қалауымен бәрі де. Содан кейін көреміз, жолығамыз. Кеттік, екінші слойды ұрамыз енді. Сонша ұзақ ролик болды бүгінге. Сәл ролик кешіңгіреп шықты дегенмен, көліктер бізде Passat әлі реставрацияда, бірақ біраз жүндене жасалды, соны көрсетеміз. Ал превия толықтай бітті. Көліктерді қарсы аламыз.
Павлодар қаласына негізі біз басқа көлікке бардық жігіттер. Ол Mazda Cronos болатын. Бағасына сәл келісе алмадық. Машинаның жағдайы өте жақсы. Маған жеке қатты ұнады. Бірақ көлік 2 жылдан бері тұрып қалып, астында бірең сараң шіріген жерлері шығыпты. Енді әлі де болса переговорлар жүріп жатыр. Мүмкін көлік бізге кеп қалар. Оның бәрі де Алланың қалауымен. Ол көлікпен келіспегеннен кейін басқа көлік қарай бастадық. Сонымен мына Превияға тап болдық былай айтқанда. Бұл көлікте осы капотының ғана краскасы отличие беріп тұр, сіздерге де мүмкін. Мына қара жер боялды, бірақ көліктің жағдайы өте жақсы жігіттер. Ол бізде астында 2 катализаторы 93 жылдан бері ойлаңыздаршы, орнында тұр. Ол бізде лобовой терезесі, ол да өзінің Toyota знагымен заводтық түрінде тұр. Көлікке әлі болса 540 синтетика құяды екен. 329 мың шақырым жүрген көлікті біз алып келдік, енді қазіргі таңда 331 мың болып тұр. Бұл көліктің дөңгелектері шашап қалатын болған, жігіттер, білесіздер. Оны жаздық дөңгелектерді тауып, қалай алдым, бәрін өздеріңіз көрдіңіздер. Көлікке біраз ақша кетті деп айта алмаймын. Ол енді біздің, ол Павлодар қаласына ұшып барымыздың өзі, мысалы 100 мың теңге дөңгелегің бар, бір жерінде кішкене полировкасы, ол бояуы, краскасы, Макстың эстосында жасалған жұмыстардың бәріне жігіттер білесіздер, шығын. Мынандай Превия қазір табу өте қиын. Қазақстанда мүмкін, білмеймін, 10 данасы шығам екен жігіттер. Бұл көлікке бұрын қызықпайтын жігіттер, бірақ мына жағдайдағы көлікті кездестіргеніме біз Жәнібек екеуміз қатты қуандық та, осы көлікті алдық, жасадық. Енді сіздерге ұсынып отырмыз. Көліктің орта бағасы ол сайтпен өте төмен болып тұр, жігіттер. Жігіттер, көліктің, ескі көліктің жағдайын аласыздар, жылын емес. Сол себептен бұл көлік әлі қазіргі таңда шығып жатқан көліктердің ол жасқа жете ме, жетпей ме, оларды білмеймін. Ал мына көлік әлі де болса осындай жасы жүріп беретініне күмәнім жоқ. Бісміллә. Көліктің салонына келетін жігіттер, ол бізде чехолдарын алып тастадық. Сосын бізде губка отырып кеткен 2 орындық болды, оны көрсеттім. Оның бәрін жасап, Джони химчисткаға көлікті жудырып алдық. Иісі керемет шығып тұр ғой мына химияның әліге. Так, не жасадық? Салонда сол тазалауыменен лампочкалар, ол артындағы бағана мен көрсеттім ғой, Passat'та диоды жанып тұрды ғой. Заводтық түрінде сары лампочка жанып тұрған жақсы. Бұл көлікті де ол нәрсені жөндедік. Енді бәрі кадрға түскен жоқ. Мүмкін бұл роликтің ұзақтығы 1-2 сағатқа кетіп қалу керек пе еді, мүмкін да. Сонымен керек жерлерін ғана сіздерге көрсеттік. Көлік керемше жігіттер. Мына алыс жолға енді бұл жаңағы таксиге көп басады ғой бізде. Алматы Шу, Алматы Жаркент, бұл көліктер көп жүреді. Енді көбісінде газ бар, жігіттер, бұл көлікте газ болмаған. Газ өзіме де онша қатты ұнамайды, жігіттер, білесіздер. Бензин жүреді. Бұның Павлодардан келем деген жігіттер, енді көлемі де бар ғой. 2-де 4, бұл да цепной болады екен, қозғалтышы, оны білмеппін мен бұрын. Енді айтып отырмын ғой, бұл көлік бұрын көңіл бөлмейтін. Қазіргі таңда қарап жатырмын ғой, енді ұнап жатыр да бұл көлік. Трассада 11-12 литр жейді екен, өзінің салмағына. Білмеймін, мүмкін көп, мүмкін аз, енді білмеймін жігіттер. Қалада бұл кондиционермен алдыңғы иесімен сөйлескенде айтқан 14 литр жейді деп. Соған келетін сияқты, кондиормен жүретін болсаңыздар. Бұл көлікте кондиор, мандиор бәрі түгел істейді, электроника ақау жоқ, 2 люк бар. Биік отырасыздар. Обзор өте керемет. Мына жандары бәрі ашық, жанында келатқан, артында келатқан көліктің бәрін көруге жақсы. Енді тек артқа берген кезде мына жерге камера заднее видео қойып жібергенде зор болар еді. Енді оған да мына жердегі магнитофонды көтере ме, көтермеймін, білмеймін жігіттер. Менің ең қызықпайтын жерім ол бізде көліктердің жаңағыдай акустикасы. Мен соған қызықпайды екен. Мүмкін көп әлі өлең, ән тыңдамағаннан кейін шығар мүмкін. Сол жігіттер, көлік керемет шықты, алды. Енді артына отырайықшы, арты қызық бұның. Мүмкін бұл көліктерде, мысалы Альфардтардікіндей бір тартқанда былай ашылып кететін бір жасағанда керемет болар, бірақ оған сәл ақылымыз жетпейді. Мына есік оңай ашылады, доводчигі істеп тұр, әдеміше. Енді 93 жылда электрондық, бұнда есік ашып жабу жоқ шығар. Бір отырасыздар. Бісміллә. Айтып отырмын жігіттер, мен көлік қараған кезде осы жеріне қарадым, астына қарадым, шірік жоқ екеніне көзім жетті.
сонымен кереметше болды. Бұл орындықтар екеусі де артқа қарайды, жанына қарайды. Біреумен ренжіп қалсаңыздар былай шетке бір баласына терезеге қарап отырасың деген сияқты ғой. Жігіттер, мына көліктің есік ашылып жауылғанның өзі бөлек қой шіркін. Қараңыздаршы. Я бісміллә. Жай ғана, ұрмайсың, соқпайсың. Люк бар, алаң-қолаумен істеп тұр. Салонда мына жерде 1-2 косягі бар. Ол бізде мына козырек деп айтамыз ғой. Светі бәрі жанады, бірақ мына жердегі стеклосы жетпейді. Білмеймін, қайда ұмытылып кеткен. Сонда толықтырам ба деген ойым бар енді жігіттер. Жаңа көліктің алдын түсірмеппін ғой. Туға келетін болсақ, Германияның туы тұрды алдына. Оны өткенде негізі флагшток жасайын ба дегенде ойым бар әлі жігіттер. Егер сол флагшток жасап, уже ту сатып алғам Германияның. Бірақ дәуреу болды да. Сонымен ары қойдым, бері қойдым, ішіне қойдым. Сонымен алдына кеп қойып асыл екпен ақылдассам, әдемі болады деп. Сонымен кеше алдан қалаумен бізде алдында пластмасста фараның косяктары бар еді ғой, соның бәрін жасалып, жаңа туды бояп, бетін лакпен шашып, жаңадай болды. Енді бір өзгеше болған сияқты мен үшін. Әдемі жарасып тұр. Мен өткен роликте дұрыс емес түсініпті жігіттер. Мен кулиса деп айттым жігіттер. Кулиса дегеніміз бұл көліктің бірінші, екінші, басқа скоростарға түскені әдемі. Мынау жоқ ой, сенікі мынау Жигулидікі ғой бірдеңе деген сияқты емес жігіттер. Кулиса деген ол бізде мынаны былай түсіріп жұмыс атқаратын нәрсені айтқан болатын. Короткоходный кулиса деп айтады ғой, енді бірақ ондай емес мынау. Бірақ скоростқа түсуі өте керемет. Бір саусақпен шыпырлатасың ғой. 161.385 болды. Бұл көлікке де 540 синтетика шыл құйдым. Моторда бір жеріне май ағып тұрған жер бар, сол маған онша ұнамайды. Алла қаласа онда келесі серияға дейін мүмкін бітіретін боламын. Көлік қазіргі таңда өзінің қазір шығып тұрған бағасы 2.700.000-2.800.000 болып тұр. Жігіттер, айтады ғой, сен өзің көлігім өзіме алдым деп сатып бересің деген сияқты. Мен енді перекупщикпін жігіттер. Енді мына көлікті өзім де қымбат алдым. Ол 2.200.000 алған болатынбыз. Енді жаңағы салынып жатқан жұмыстары бар. Оның бәрі ақталама, ақталмай білмеймін жігіттер. Өйткені бұндай Passat'ты 3 миллионнан жоғары білмеймін жігіттер. Ешкім де алмайды шығар. Бірақ алмайық та қойсын. Мен өзім рахатыма бұйыртса бұл көлікті жасап алып жүргізетін болам. Жоқ, мен алам деушілер болса, онда мүмкін Инстаграмға хабарласып менімен сөйлессе болатын шығар. Бәрін айттым жігіттер. Екі көлікке де аз ақша кеткен жоқ. Енді Passat әлі де біткен жоқ. Енді бұйыртса бұл Превияда көптеу жұмыстар болған жоқ. Бір 300.000 теңгенің мүмкін ол жолымыз бар, келуіміз бар, жасалған, бояған, астын пластиктерін бояған жұмыстар, химчисткасы бар, эстосы бар, мүмкін 300-400.000 теңгеге кеткен болар. Сатылым бағасын жігіттер, Превиянікі 3.500.000, ал Passat болса әрмен қарай прокачкасы жасала береді. Жігіттер, ролик ұнаса осы жерден тоқтатайық. Онсыз да ұзақ болып кетті. Алла қаласа көлік сатылса, келесі аптада басқа көлікпен осы арнада жүздесеміз деген ойдамын. Көлік қараймыз, көлікті сатамыз деген сияқты. Әзірше Passat'ты әрмен қарай прокачкасын жасай береміз. Ролик ұнаса жігіттер, комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, бұлай айтқанда тартайық біздің каналға, подписка жасап деген сияқты. Бірге болайық, бұйырса қысқа дейін мүмкін 100.000 болып, бірігіп, бір-бірімізді сыйлап, осындай роликтер қарап, көріп, күліп, ойнап жүре берейік жігіттер. Сіздермен болған простые ребята. Аман болыңыздар жігіттер. Ассаламу алейкум.